Сәлем, құрметті көрермендері, Масем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Масем. Бүгін 10 тамыз, кешкілік уақыт. Сіздерге бау бақшамда жүрмін. Соны сіздерге беріп көрсетейін деп жатырмын. Міне, қараңыздар, мынау менің капустам, орам жапырағым, әдемілік үшін өсіретін. Бүгін күн өте салқын болды түнде деген. Қараңыздар. Әдемі. Бұның ерекшелігі қыста да мына жері фиолетовый болып, асты жасыл болып, қыстың күні жаңағыдай қарда жауып тұрады екен, қар кездерге шейін тұра береді екен. Сол жеріне қызықтым. Биыл бірінші егудемін. Міне кішкентайлары да бар. Бұның жапырағын да қолдануға болады, негізінде мына жапырақтарын жаңағыдай неге қолдануға болады. Нет. Жаңа голубцы сияқты орап, сондай алып істеуге болады. Так, сіздерге мына жерде қызанақтарым жайлап өсіп жатыр. Оларды мына жерін қарап тұрсаңыздар, міне сіздер көріне ма, міне жай ең соңғы еккен қызанағым болатын, көрдіңіздер ме? Ажақты қуып жетті. Міне қараңыздар, қаншама күшті. Ажақты қуып жетіп тұр, қанша дегенмен. Міне төгіліп жатыр. Ажағы да сондай. Қазір көрсетейін сіздерге. Бүгін күн өте мықты салқын болды. Тіпті қиярларымды да жауып үлгере алмадым. Мына жақтан мына жептен кішкене қанша дегенмен бостау кетіпті, бәрін құлатып. Міне қараңыздар, құлап жатыр барлығы. Енді амал жоқ, кейбіреулер шіріп кетіп жатыр деп сіздерге айттым. Сол жері. Мына жерден мына қызанақтан қарағанда ар жағындікі кішкене болса да жасыл жапырақтар, себебі мына жақ былтыр да егілді, биыл тағы да егілді, қызанақ уже құнарлығы жоғалтқан. Ар жақта ештеме егілмегендіктен ар жағы. Сіздерге көрсетейін, ар жағы сіздер ембіш өскен. Ол жақта ештеме егілмегендіктен жап-жасыл және де өте жақсы шығып жатыр. Қанша дегенмен жердің негізінде мен байқағаным, жердің қанша дегенмен демалғаны дұрыс. Немесе мысалы былтыр қызанақ ектіңіз ба, биыл басқа нәрсе еккен жақсы. Бірақ дегенмен де әйтеуір шығып жатыр. Көріп тұрсаңыздар, міне күн ара әйтеуір бір шелек жинап отырамын. Оның өзі рахмет. Қызанақ енді күннің салқындығына өте шыдамды. Міне мына біздің смородина, өзіне өзі өскен смородина. Уже болды. Мына сіздерге міне амарант гүлі, өте әдемі гүл. Қасында хризантемалар өсіп жатыр. Мына жерде ең соңғы еккен қиярым болатын. Бұл өнім беріп жатыр. Сонда да қанша дегенмен бұны жауып қойдым, күн салқын болғандықтан. Себебі қияр өте жылу сеуіш өсімдік. Кітте салқын болса, несі тоқтап қалады. Сол себепті осылай барымша өзімше шапқышпен жауып қойғаным. Ана жақтан жапқан жоғым, себебі бұл жақтар уже ауырып та жатыр, не істеп те жатыр. Бірақ дегенмен де әлде, қазір көрсетейін сіздерге, міне әлде бері үстінде, міне көріп тұрсаңыздар, әлде бері үстінде. Мына жақтың қызанақтары. Мына жақтың қызанақтары енді әртүрлі артық қалған қызанақтар, міне құлап жатыр бұл жерде де. Так, қазір міне мына жерде черри қызанақтары, міне бұл үстіне шығып жатыр. Қазір көрсетейін сіздерге. Міне бұл мынандай черри қызанағы. Бұл өсе береді, үст жаққа көтеріліп шыға береді тұрсам. Бой кете береді. Мына жерде де сол құлап жатыр. Қалай өсе сойсын, яғни артық қалғандары. Ең соңғы еккендерім әлі енді гүлдеп жатыр бұлар. Үлгерсе үлгереді, үлгермесе дымды етпейді. Және де дәмі өте керемет мына черри тұқымына. Дәсімді және де ең соңғы еккен, ең соңғы емес. Так, ең соңғының алдында еккені жескім уже міне бастап шығып жатыр. Және де укроп. Міне укроптар шығып жатыр. Мыналар енді не істеп жатыр, гүлдеп жатыр. Енді дегенмен де шығып үлгереді деген ойдамын. Және де ең соңғы еккені жескім, міне ол да шығып жатыр. Мына сіздерге тағы да ең соңғы еккен қиярларымды көрсетейін деп тұрмын. Біреуін жауып қойдым, себебі бұл кішкене гибрид. Маринда деген өте урожайности бойынша, өнімділігі бойынша өте керемет сорт. Сол себептен жауып қойдым. Қалғандары енді ара тозданатын болғандықтан
Бұларды қалдырдым міне. Сізге көрсетейін қазір. Мынау ара тозаңданатын не? Қияр, сол себептен бұның ең бірінші бағытын алып тастау керек. Мына жерде мысалы міне. Мына бағына қияр, соның ара бар ма жоқ па білмеймін. Қазір ара болса шығады, ара болмаса шықпайды енді. Башаны алып тастайсыз, өзінің жанына шығатындары. Ой, қазір. Жанына шығатындардан қияр шығады. Мынау сол. Мына жерде де сол ара тозаңданады, ал мына жерде мешоктар кеше есігін жапқан болатын. Сүйеуден жаңа шығып жатқан кезде жаңбыр жауып үстіне не болып қалды. Шылқып кетеді деп жаңағыдай. Өспей қалады деп, тұқым шіріп кетеді деп. Сол себептен сөйтіп жауып қойған болатын сол мешокпен. Енді мен сіздерге бір қызық айтайын. Мына жерде былтыр алғанмын, голландық сорт деп айтты. Бірақ еккен кезде қараңыздар, өсу несі жоқ, қарап тұрыңыздар. Үшеуінде де солай. Өсу бағыты жоқ. Бірақ міне жаңадан бастап шығып жатыр. Бірақ мына жерде қарап тұрсаңыздар, үшеуінде де сондай өсу бағыты жоқ. О неге ондай екен, соны түсінбей ақ қойдым. Қараңыздар. Міне. Тым өсу бағыты жоқ, бірақ жанданы шығып жатыр. Міне. Неге ондай екен, оны түсінбей ақ қойдым. Бірақ голландық сорт. Шу жері қызық болды, енді білмеймін. Гүлі уже гүлді өнімді кеше емес, алды күндері клубникамды тазартқан болатынмын. Көріп тұрсаңыздар, клубникамды арасын тазартып, көң салып қойдым. Так, кабачок, мына жерде гүлдер несі әртүрлісі бар. Перецтер де жайлап өсіп жатыр. Мына жерде кейбіреулерім сәбіздің тұқымын қалай шашатын көрмесеңіздер, міне сәбіздің тұқымы обычно қалған не істеген болатынмын. Перецтеріміз жайлап өсіп жатыр. Және сіздерге бір несін көрсетейін. Мына жерде міне гвоздика гүлі бар. Тұқымы керек болса айтарсыздар. Гвоздика, китайский гвоздика, мынау тұқымнан өсірдім тоже. Мына жерде міне қараңыздар, бұл қазір жауып қалды. Көп жылдық Шольция деп аталады. Тоже күшті. Мына жерде баклажандарым көрсеткен болатын оның алдында. Тыкваларымнан сіздер тыкваны көрсетейін. Алдында сіздермен бірге кішкентай кезінде көрсеткен, міне қазір қараңыздар. Уже өсіп кетті. Ең үлкені ажақтарда және міне өсіп жатырық. Мына жерде бар. В общем, көп ақ енді барлығы көп. Грушаларымызды да. Грушаларымызды да әлі енді пісуінің уақытында жақындап қалды. Міне. Пока тұр. Ең жай пісетін сорттардың бірі. Және де сіздерге көрсеттім. Түрлі түсті капустам енді ғана не істеп жатыр міне. Яғни бұл піскен кезде үсті бәрі жауып қалады. Қанша деймін араңыздаршы. Қанша жерден шашып атсам да жеп үлгеріп жатыр. Сіздерге көрсетейін. Ішін көріне ме, көрінбей ме? Міне цветной капустам жайлап шығып жатыр. Солай. Бірінші дегудем. Қанша деймін. Оның қасында міне персик, тұқым тастан шыққан персигім. Формировать еттім. Қазіргі кезде міне осындай болып. Біреудің өзі осындай болып тұр. Солай. Сау болыңыздар. Канал жазуды ұмытпаңыздар. Осылай бүкіл немді түсіріп отырамын бұйыртса. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар.